дейін өзімнің TikTok арнама Албадин ASMR деген осындай аккаунттың аты. Мен қазір прямой эфирға шығатын болып жүрмін. Енді күнде шығам деп айта алмаймын. Мүмкіншілік болғанда, уақыт болғанда шығам. Осылай түнде. Сондықтан да TikTokқа прямой эфирға қосылыңыздар. Тіркеліп кетіңіздер TikTok аккаунтыма. Мынау заказ берген заттарды сол прямой эфирда жаңағы әртүрлі триггерлар жасау үшін заказ бердім. Онда бастайық, иә. Мына жерде ойлап тұрмын, ең үлкен заттан бастайын ба? Мынау заттан бастайын. Коробка. Тойс деп тұр, иә. Ойыншық. Қазір көресіздер мен не заказ бергенімді. Осылай ашылады. Блин, дауысы. Тым қатты болса кешірім сұрайын. Блин, қалшы ашылған. Так, на коробку. Надо пакетки. Пакетін. Мысық келді, енді мысық шытырлататын шығар. Блин, дауыстар қатты. Бұл деген міне слайм. Надувной слайм русалочка дейді. Мынау слаймы, мынау трубочкасы. И мынадай қосатын заттар. Жемчуг әртүрлі блестящий бірдеңелер. Мынау ракушка. В наборе дейді мне баночка с надувным слаймом, баночка с ракушками, баночка с перламутровыми бусинами, мынау жемчуг сияқты, баночка с блестками, мынау, и трубочка. Осыны дайынан микрофон үстіне жабыстырғанда әдемі дыбыстар шығады деп ойлаймын. Так, мынаны ашып көреміз ба? Енді обзор, распаковка и обзор. Так, на надувной трубочка. Бірақ мен надувать етпейтін шығармын, жай ғана жабыстырсам болды. Мына біреулер қатты жабысып тұр да, ана слаймды көрейін деп едім кішкене. Слаймның дауысын жасау жақсы ма екен? Качествосы. Осындай, ой, блин, намысым келді. Қызым менің слайм жақсы көреді. И уже біліп аласың ғой, қай слайм жақсы. Кейбір слаймдар болады, қолға жабысып жаман. Мынаның астында еще блестящий бар. Ол еще качествосына да, бағасына да байланысты бір жағынан.
слаймды ашық қалдырсаң, слайм кеуіп кетеді ғой сол. Так, это мынау зат ауыр. Бұны да қазір көрейін. Чегін салып жіберді. Пленкамыз. Так, в общем, бұл декоративный тастар. Огородты немесе үйдің ішін типа украшать етуге. Мен ойладым да, білмеймін, тастың дыбысы күшті болады ма деп. Білмеймін, бірақ қалай болатынын шын айтсам. Сіздерге ұнай ма, ұнамай ма бұндай дыбыс? Просто өз ойым солай ойладым. Қытырлаған дыбысты типа осындай. Түсі көк түсін заказ берген. Бірақ білмеймін, шын айтсам. Мен кішкене басқаша бола ма деп ойладым дыбысты. И шамалы үлкендеу болады деп ойладым. Мен шын айтсам, мына тастар совсем мелкий екен. В общем, осындай. Так, бізде енді кішкентай заттар қалды. Мелкий. Ана бірге. Қалған соңғы не заказ берген. Көріп есіме түсіп жатыр. Я, лупа. Магнифайер дейді. Лупаның ағылшыншасы магнифайер екен ғой, мен что-то. Так, что смотрим, лупа. Қазақшасы қалай? Типа үлкейтетін әйнек дейді ма? Вау. Үлкен екен, мен бұндай. Мен совсем кішкентай шығар деп ойладым. Өйткені бағасы ондай не қымбат емес. Ал түрін қарасаңыздар күшті, прям качественный дейді ма? Үлкен, и мынадай әдемі, прям алтын сияқты. Білмеймін, мен бұны неге осында. В общем, неге заказ бергенім. Арасына осылай қойып кетемін. Бір видеоларға деп ойладым. Вообще мен ойлағаным, білесіздер ма, археолог видеосына деп заказ бергенмін. Бірақ мен ол видеоны уже түсіріп қойдым. Күтпей мынау лупаны. Бұны енді бұдан ешқандай триггер жасай алмайсың. Жай врачтың видеосында можно типа сізді былайынан үлкетіп көзіңді ауызды үлкеткенде күлкілген.
самый малюсенький қалды. Бұның ішінде мен білем не екенін. Мен бірақ бұндай құрттай болады деп ойламаппын. Шамалы үлкендеу болады деп ойладым. Енді суретте білмейсің ғой қандай екен размер. Сары түсті мынау чехолы. Оны кожан дыбысы да жақсы сияқты маған. Ұнайды осындай кожан дыбысы. Артында мынадай несі бар, ілгіш сияқты. Типа кілтке іліп қоюға болады. Брелокқа. Бұлай кнопкасымен ашылады и не деп ойлайсыздар? Так, бұл құлақта сататын. Мен шын айтсам бұндайды өзім бірінші рет көріп отырмын. Осындай инструменттерді құлақты енді андай мақта құлақты тазалағышпен тазартасың ғой обычно. Мынадай кішкентай сіздерге қалай көрсетсе, бьюти блогерлар сияқты. Мынау үшеуі бірдей сияқты. Мынадай қасық сияқты. Мынауысы мынадай. Мынау бірақ темірден жасалған. Құлаққа тигенде ауырмай ма екен? И мынадай пружинка сияқты. Даже мынадай венчик болатын еді бұрын. Қазір де бар шығар. Осындай үлкені былай венчик успевать етеді. Короче, білмеймін бұны қалай мен дыбыс шығаратынымды. Бәрін заказ беріп алып ойламағансың ғой енді қалай оны қолданатынды. Мынадай қасықтары, типа қасықтардың размерлері әртүрлі. Мен түсінгенімше әртүрлі құлақтарға мүмкін. Мынаусы ең үлкені. Ойлағанмын микрофонға типа слайм сияқты бірдеңені жабыстырып, соны былай шұқыласам. Ну, типа сіздің құлағыңызды тазартатқан сияқты. Енді менде андай микрофон жоқ қой, типа екі құлақ тұратын. Ондай микрофон алу арман, конечно, бірақ ол пока тым қымбат маған. Короче, осындай. В общем, сіздерге қорытынды айтсам, қатты кішкене көңілім қалып отқан сияқты ма, білмеймін, кішкене разочарованияда. Мынау слайм мысалға мүлдем білмеймін, быт сияқты қолға жабысып. В общем, білмеймін, бұл слаймды қолданамын ба. Мынау лупа ұнады, лупа күшті. Тек бұны қалай видеода қолданатыныма. Мынау тастарда жөті білмеймін. Дауысы қандай, сіздерге ұнай ма? Слишком мелкий екен да. Ең ұнағаны мынау маған. Пластилин. Дыбысы да приятный сияқты, білмеймін. Әйтеуір өзіме қолыма ұстағанға күшті, прям рахаттанып отырмын, қолыма жып жұмсақ. В общем, не заказ бердім, сосын мынау, иә. Енді бұл да непонятно қалай қолданатынымды. Енді чехолы, в принципе, әдемі. Болды осы зат, иә. Барын көрсетіп сіздерге. Егер де осы заттарды көргілеріңіз келсе, мен қалай триггер жасағанымды, осы заттардың дыбыстарын естігілеріңіз келсе, онда TikTok аккаунтыма тіркеліп кетіңіздер. Описание на видеоның астында обязательно бар. Менде инстаға, тиктокқа, телеграмға ссылкалардың бәрі. И прямой эфир болғанда қарап, комментарий жазып, мүмкін қандай триггер жасағанды қалайтын болсаңыз, соны жасап берем. В общем, солай.
солай тиктокта күтем. Тиктокқа күшті прям жарнама жасап кеттім ғой. Тиктокта енді дамытқым келіп жүр, шын айтсам. Әрине мен ютубты тастап кетпеймін. Сіз ойламаңыздар олай. Өйткені тиктокта прямой эфирде отырғанда солай кейде жазады, ой, сіз осындасыз ба, не тиктоктасыз ба, не мен сізді ютубта күтіп жүрсем деп. Или сұрайды, жиі сұрайды, ютубқа қашан видео саласыз деп. И мен түсінемін, сіздердің көбісі ютубтасыздар. Енді мен ютубта әрине 4 жылдан аса уже каналым бар. Ал тиктокта мен енді былайынша айтқанда менде 2000 ба, или 3000 ба, 3000 болды ау подписчик. Қалмышны көп емес енді. Сондықтан да тиктогыма тіркеліп кетсеңіздер, мен қатты қуанатын едім. Болды онда. Барлықтарыңызды құшақтадым, беттеріңізден сүйдім.